Төле би ауданының тұрғыны Аслан Варзиловтың сөзінше ол жеке меншіктегі жерді 2015 жылы 1 миллион теңгеге сатып алған, ал заңды құжатты 2016 жылы анасының атына рәсімдепті. Бұл учаскеде мемлекеттік тіркеуде тұрмаған кәсіпкерлік нысанда орналасқан, сондықтан нотариустың әзірлеген құжатында ғимараттың бар екендігі көрсетілмепті. Заңгерлер болса жер қатынасына байланысты заңға сәйкес жер мен онда ғимарат бір-бірімен тығыз байланысты дейді. Меншіктің жаңа иесі мұндағы нысанды заңдастыру үшін тиісті мекемеге жүгінген, алайда ол кезде жер телімінің бірінші иесі сотқа арызданып үлгеріпті. 2010 жылы Кураев Руслан есімді азамат Ахметов Лейбарға осы жерді сатып жібереді. Әрине, ол кезде кәсіпкерлік нысанмен бірге сатқан. Өз кезегінде Ахметов Лейбарда мен бұл учаскені 2015 жылы сатып аламын. Мұнда автожуу, құқықтық кеңсе секілді құрылыс нысандары орналасқан. Біз заңды түрде рәсімдеу жұмыстарына кірісер кезде жердің бірінші иесі Кураев Руслан бұл нысандардың бар екендігі заңды құжатта көрсетілмеген деп, мен базамен бірге сатпадым деп сотқа арыз жазды. Тіпті менен 42 миллион теңге төлеуді талап етті. Ең сорақысы Еңбекші аудандық соты арызданушының талабын қабылдады. Содан соң біз апелляцияға шағымдандық, нәтижесінде 23 миллион теңге төлеуіміз қажет болды. Соттың шешімімен келіспеген Аслан Варзилов Нұр Отаннан құқықтық көмек сұрап келді. Заңгер Рано Абдуразакова бұл істі өз қолына алып, енді республиканың жоғарғы сотына арызданамыз деп отыр. Одан нәтиже шықпаса, президентке хат жолдаудан тайынбайтынын алға тартуда. Апелляциялық сотта 23 миллион теңге төлеу қажет деген шешім шығарылды. Мұнымен келіспегендіктен біз бұл мәселемен жоғарғы сотқа арыздануды көздеп отырмыз. Қазақстанның конституциясында қарастырылған жеке мүлік құқықтың орындалуын талап етеміз. Біз әділетті шешімнің қабылдауын сұраймыз. Осы және өзге де арыз шағымдар бойынша Нұр Отан партиясынан көмек сұрағандар көп болды. Алдағы уақытта қабылдауды өткізген заң саласының мамандары мұндай мәселені жіті тексеріп, заңды түрде жауап бермек. Азиза Мадияр, Бахадыр Тәжібаев, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.